Сәлем достар, мен Өндіріс Саят. Бүгін бізде қонақта Коно пицца пиццериясының негізін қалаушы, Конақ отелінің директоры, Мира салонының президенті Шұғыла Дүйсенмен сұхбат жүргізетін боламыз. Өте қызықты сұхбат болады деп ойлаймын. Және де достар, бізде YouTube каналымызға тіркелеміз, лайк басамыз, коммент қалдырамыз. Және Instagram парақшаға да жазылуды ұмытпаңдар достар. Қош келдіңіз. Қалай жеттің? Бүгін сұрақтардан бастайық. Жалпы сені бірінші рет көріп отқан адамдар бар мына жерде, өзіміздің көрермендердің арасында. Жалпы өзіңді таныстырып өтсең, қайда туылғасын, қайда оқығасын, сол жағынан. Есімім Дүйсен Шұғыла, Бауыржан қызы. Жасым 19-да. Осы Шымкент қаласының тумасымын, Шымкентте тұрамыз. Қазір оқып жатқан мамандығым бухгалтерия, есеп алу мамандығы. Сол салада өзіміз бизнеске кеткендіктен, сол дұрыс шығар деп сол саланы таңдаған болатын 16 жасымда. Қазір сол салада екінші курс студентімін, Мирас университетінде. Қай мектепте оқығасын? Шоқан Уәлиханов атында 18-ші мектепте оқыдым. Түсінікті. Жалпы кішкентай кезіңнен қандай мақсатың, қандай арманың болған еді? Кішкентай кезіңнен бизнесмен болсам деп армандадың ба? Өйткені кішкентай кезімнен көріп жатқандарым, ата-анам да, әке-шешем, яғни ол кісілер де бизнес саласында болғандықтан, сол кісілердің ізін жалғастырып, кішкентай кезден арман, сол 9 жастан бері кәсіппен айналысам деген арман болды. Неге осы кәсіпкерлікті таңдадың? Неге мысалы көп қой қыздар бар, жаңағыдай врач болғысы келеді, мұғалім көп салалар. Неге кәсіпкерлікті таңдадың? Біріншіден кәсіпкерлік неліктен, ол басты барлығын айтатыны, ол өзің жұмыс істеу, ол жақсы. Екіншіден, кәсіпкер белгілі бір мақсаттар шешеді. Біреудің кәсіп арқылы қазіргі біздің қолданып жатқан заттарымыздың өзі біреудің ойлап тапқан заттары. Сол заттармен қолданып жатырмыз. Кәсіпкер белгілі бір халыққа көмектессем екен деген белгілі бір мақсатын, сол халықтың проблемасын шешу жолында. Сондықтан, былайша айтқанда, сол сала өзіме жақын болды. Кез келген кәсіпкер, кез келген бизнесмен, ол халыққа пайдасын тигізеді ғой, пайдасын тигізу арқылы ақша табады, дұрыс. Бизнесті бастаймын деген ой қанша жасында келді? Сен өзің ерте бастаған жоқсың ба бизнесті? Қанша жасында бастадың и ол қанша жасынан бастап бизнес бастаймын деген ой келді? 16 жасынан бастап бизнес бастадым. Негізінде ата-анама көмектесіп жүргенім 14 жастан бастап. Ата-анама көмектесіп жүрдім кәсіптеріне, сол кісілердің кәсіптерінде былайша айтқанда қолғабыс етіп жүрдім. Содан келе бере 16 жасқа толған кезде, сол жылдары, 2016 жылдары ма, осы кәсіпкерлік дамып кетті ма, не болмаса семинар шоулар дамып кетті ма, қалай болғанын білмеймін, бір себепкер болып, осы Аманжол Рысматиевтің сабағына бірінші ондай қатысып та көрмеген, содан көріп, содан былайша айтқанда бір түрткі болды маған. Неге өзің ашпасқа, неге өзің көрмеске, ата-ананың жұмысына қарап қалған жоқсың ғой деген секілді сұрақтар болды өзімде. Содан бастап іздей бастадым, мен не ұнатамын, қандай бизнеспен айналысқан дұрыс. Сөйтіп өз-өзімді зерттей келе осы пиццерия саласын таңдадым. Неге пиццерия саласын таңдадың? Неге пиццерия саласын таңдадым? Өйткені кішкентай кезімнен осы пиццаға інім құмар, сондықтан ініме көбінесе жасап беретінмін. Өзің қолыңа не келеді, сол сенің салаң дейді ғой. Сияқты ұнататын салаң сол пицца болды, фастфуд. Және де қазіргі кезде көптеген жастар, өзіммен қатарластарым, көбінесе жеңіл-желпі тағам, потому что көбінесе біздің уақытымыз тығыз, тез жеп кетсек дейміз. Сондықтан сол проблеманың жолында. Нарықта да жақсы, ол дұрыс, түсінікті. Жалпы жаңа айтып қалдың ғой, бизнес бастар алдында арнайы білім алдың, сонда сен Аманжол Рысматиевке барып бизнес школасына қатыстың. Қанша уақыт болды оқу, оқтан не алдың мысалы? Ол қанша уақытқа созылды ол оқуың?
оқу 1 айға жеткен жоқ. 20 күндей болды. 20 күндей оқу болды ма? Жалпы сол Рахмендиевтің сабағында осы бизнес бастауға деген ең көмектескен несі болды? Сол бизнес бастауға деген бірінші әрине семинарда күш береді, жігер береді, мотивациямызды оятты. Жаңағыдай айтып кеткендегідей өзіме деген сұрақтар болды. Сол сұрақтардың бәрін шешу жолында әрине сол кісі маған түрткі болғандықтан мен сол кісіден ұстаз ретінде сол кісіден ары қарай тәлім ала бастадым. Бірінші түрткі сол болса, екінші түрткі яғни өзімнің арманымды іске асыру жолында ол кісінің коучингіне қатыстым. Коучингте уже жаңағыдай арманыңды іске асырасың. Тек қана армандап қоя бермейсің, мақсат жазып қағазға салып бір жерге тығып қоймайсың. Әрекет етесің. Жалпы қанша уақыт сонда сен басында 20 күндей оқыдың, ары қарай да оқуды жалғастырдың ба сен? Әлі күнге дейін қазір ол кісі менің ұстазым. Ең бірінші және де ең жақсы көретін ұстазымның бірі. Сондықтан әлі күнге дейін сол кісіден тәлім аламыз. Сен ең бірінші болып жаңағыдай қазір сенде салоның бар, жаңағы отелің бар, жалпы ең бірінші сол пиццериядан бастадың, иә? Осы сол пиццерияға қанша қаражат кетті бастауға, ашуға? Капитал, алғашқы капитал. Алғашқы капитал шамамен айтатын болсам 6-7 миллиондай кетті. Өйткені біз жаңа здание алдық, оны өзіміз содан басынан бастап полный сәндеп. Ремонт т.д. Түсінік. Сондай ақша кетті. Көбісі сұрақ қояды Инстаграмның желісінде. Қанша мен осындай ашқым келеді, осындай қаладан қанша ақша керек маған айтыңызшы. Сол ақшам болса мен ашам, болмаса ашпай қоя саламын дегендей да енді. Мен айтамын ол кісілерге, мен сіздердің идеяларыңызды білмеймін ғой, может сіз ресторан ашқыңыз келетін шығар, может сіз кішкене ғана кафе ашқыңыз келетін шығар. Я этого не знаю, за это сіздерге айта алмаймын конкретно қанша сумма деп. Әркімнің ой шұқыры әртүрлі, әр жерге барады. Біреулер айды көреді, біреулер жұлдызды көреді деген сияқты. Сондықтан әртүрлі оны конкретно қанша сумма деп айтуға тура келмейді. Иә, сізде жалпы 6-7 миллион деген оңай қаражат емес негізі. Бірақ соны алғашқы капиталыңды, алғашқы бизнесін бастауға кім түрткі болып, кім көмектесті? Жалпы капитал жағынан, мысалы, капиталды қайдан алдың деген сияқты. Бұл сұрақ өте көп, кездесетін сұрақтардың бірі. Инвестор ата-анам болды. Ол кісілерге мен өзім барып, жаңағыдай осындай бизнес ашамын, осылай оқып жатырмын, менде осындай идея бар деп сөзімді өткізе алдым, олайша айтқанда. И содан ол кісілер маған инвесторым болды. Ол кісілерге инвестицияның толық ақшасын құйып қойдым. Қайтарып бердің ба? Қайтарып бердім. Молодец. Жалпы ол сол ақшаны қайтарып беруге қанша уақыт кетті? Ашылған былай сұрайыншы. Сендер отыды бәрін ремонтымен жаңа 6-7 миллионмен сен ашып тұрғыздың. Одан кейін ол өз-өзін қанша уақытта жапты? И қанша уақыттан кейін сен ол прибыльға шығып қайтарып бердің? Примерно уақыттарын. Жарты жыл ма? Жарты жылда сен прибыльға шығып қайтарып бердің ба? Или жарты жылда сен? Жарты жылда сол өзінің ақшасын ақтады. Жарты жылда ақтады. Ал қайтарып беруге бір жыл кеткен шығар максимум, Жоқ, өзін ақтады, это значит қайтарып бердің ба? Түсінікті. Жалпы сол жастарға қалай айтар ең, сол бизнес школаға барған дұрыс па, дұрыс емес па? Мысалы, қазір андай әңгіме бар да. Бизнес үйрететіндерді инфо-цыган деп жатады, тек қана информация береді, керек емес деген сияқты. Сен өзің ойың қалай осы коучингқа, бизнес сабақтарға жалпы? Әркімнің түсінігі әртүрлі. Мұғалімдер де, например, бізге сабақ береді. Оны оқысаң өзіңе, оқымасаң ол кісілердің де келіп кетер еш нәрсесі жоқ. Сол секілді қазірдің өзінде, мысалға алатын болсам, ағылшын тілін бізге үйретті ғой, бірақ оны оқығандар қанша пайыз, оқымағандар қанша пайыз. Бірақ бәрімізге бірдей үйретті. Сол секілді ол жерде де сондай. Барлығына бірдей мотивация, барлығына бірдей информация, білім беріледі. Оны пайдаланып іске асырғандар қанша пайыз, пайдаланбағандар қанша пайыз. Сондықтан бұл жерде айтатын едім, ол мұғалімдерді кінәлау емес,
мотиваторларды кінәлау емес, спикерлерді кінәлау емес, кінәні өзімізден іздеуіміз керек. Кім қолдана білді, сол жасап кетті. Кім қолдана алмады, сол қалды. Әр адамның өзіне байланысты. Дұрыс айтасың. Әр адамның өзіне байланысты. Жақсы. Тағы бір сұрақ. Ең бірінші ақшаңды қаяқтан таптың? Мысалы мен өзім ең бірінші ақшамды 1300 теңге тапқам, неге бір тойханаға барып жұмыс істеп тапқам, мысалы ше, азын түнімен істедік, азында берді 1300 теңге. Вот сен де сол ең бірінші ақшаң қанша теңге қаяқтан таптың, есіңде болса? Мен жаңа айттым ғой, 14 жастан бастап ата-анамның несінде жүрдім. Сондықтан мен ол ата-анамның ақшасы деп жүрдім. Ол жерде мен таптым деп айта алмаймын. Ең бірінші ақшам сол 16 жасым, 17 жасымда бизнес ашқан кезім шығар. Ең мысалы 17 жаста енді оңай емес, мысалы үлкен бір пиццерия аштың. Сенде уже где-то как минимум бір 3-4 сотруднигің болды, жұмысшыларың болды. Вот 17 жаста болып оларды басқару қиын болды ма, или қай жағынан қиын болды, қалай болды, соны айтып берсең? Басында, дәл қазіргі сәтте айтатын болсам, қазірден қарағанда басында менде өте оңай болды. Өйткені көбісі сыйлайды, әрине өзіңнің қадіріңді өткізе алсаң, ол жақсы ғой. Сондықтан ол жерде ешқандай қиындық болған жоқ. Үлкен кісілер болса сыйлайды, мен де ол кісілерді сыйлаймын. Өйткені өзімнің ата-анаммен жасты кісілер де болды қол астында. Өзімен жас балдар, жас қыздар да болды. Сондықтан ол кісілермен уже былайша айтқанда бір неде сөйлейміз, бір темада сөйлейміз деген сияқты. Ол кісілермен тоже жақсы қарым-қатынас болды. Сондықтан бір кісіні аға, әпке көрсем, екіншілерін інімдей көрем, ағамдай көрем. Сондықтан ондай ешқандай нелер болған жоқ, қиындықтар болған жоқ. Қазір қиындау деп айтып қалдың, неге? Қазіргі таңда әрине сотрудниктер көбейді, жұмысшылар көбейді. Сосын жаңағыдай қазір мені сүйіп кеттім ба, не болмаса заман өзгеріп кетті ма, өзімен жастылар, өзімнен кішілер, даже 20-25 жастан деп айтылсам болады, 25 жасқа дейінгі кісілердің сана сезімін түсінбеймін әлі күнге дейін. Ол кісілердің жұмысқа деген былайша айтқанда ынтасы жоқ. Тез ақша тапса, аспаннан түссе деген сияқты. Сондықтан қазір көбінесе жастарды қойып, үлкендерді алып жатырмыз. Өйткені жастар тұрақсыздау болып жатыр. Қазір үлкендермен жұмыс жасау кішкене оңайырақ дейсің ғой, олар жауапкершілігі бар, уақытылы. Сен өзіңді қара да, Коно пиццасының негізін қалаушымын деп таныстырасың, бірақ Коно отелінің директорымын деп таныстырасың. Неге? Осы екеуінің несін айтып берші, айырмашылығын. Коно отель негізінде басында уют деген болатын. Ол 10 жылда істеп келе жатыр, ата-анамның жұмысы. Ол кісілер маған толықтай өткізді, өзің қара, өзің жаса деп. Сондықтан мен оны негізін қалаған жоқпын. Ата-анам қалап берген жұмысты маған өткізгендіктен официальный айтты, мен оны тек қана директор деп қойдым. Өйткені басқарушы мен болдым. Енді оны жаңағыдай өзің басынан ашқан жоқпын дейсің ғой, түсінікті. Жаңағы бастауға, бізде айтады, бастауға ең бірінші қаражатты ең дұрысы әке-шешеңнен жақсы, ең бірінші. Екінші болмаса достарыңнан, туысқандарыңнан жақсы. Үшінші ең соңғысы енді кредит алу керек та ше. Өз ұшақ жолы бар, сен жаңағыдай ата-анаңмен бастаған екенсің, жақсы, ол қайтарып та беріпсің уже. Енді қазіргі жұмысында, қазіргі осы істеп жатқан, ары қарай дамытып келе жатсың, соған әке-шешең қаншалықты көмектеседі? Барлық жағынан көмектеседі ата-анам. Моральный жағынан да, материальный жағынан да. Тек қана мен ол кісілерге өзімнің ойымды жеткізіп, ол кісілер мені түсініп жатса, әрине ол кісілер мені қолдап жүреді. Жалпы командаңда қанша адам жұмыс істейді сенде? Қазір общий барлығын алатын болсақ, примерно есеппен. Мысалы, сенде 2 пиццерия, 3 ба? 3 пиццерияң бар, отельдерің, Мира салон, в общем, где-то қанша адам жұмыс істейді? Барлығын қосқанда. Сотрудниктер. Салонның өзінде бізде 12 адам жұмыс жасайды. Қыздар ма? Қыздар, ұлдар, салонда 12 адам жұмыс жасайды. 3 пиццериямда менде тоже сондай 10-12 адамдай. Гостиницада 2 точкада. Жалпы командаңды қалай мотивировать етесің? Команданы неше түрлі шабыттандыру әдістері көп қой. Кейбіреулер ақшаға қызығады,
екіншілері басқа нәрсеге қызығады. Сондықтан әр адамға бірінші адамның жаңағы ішіндегі мотивациясы екінші адамға өтпейді. Ол кісілердің барлығымен мен толық танысып, білісіп болғандықтан мен жұмыста да көбінесе өзім жүрем, өйткені ол кісілерді білуім үшін. Ол кісілердің білу үшін жаңағы былайша айтқанда минустарын аламын да плюсқа қоямын. Ол кісілердің не кемшілігі бар, ол кісілердің кемшіліктерін былайша айтқанда екеулеп тұрып жұмыс жасап, плюсқа айналдырып, ол кісімен ары қарай жұмыс жасап, мотивация беріп, сонымен ары қарай өзімде алып қалу. Сен күн тәртібің қандай, мысалы, бір күннің тәртібін айтып берші, примерно? Күн тәртібінде әрине азынан кешке дейін көбінесе жұмыста болған болады. Кейде өздерімнің басқа да жұмыстарым болады, басқа оқуларға бару керек болады. Сондықтан кейде солай кетіп қаламын. Ал негізінде көп 70-80%-ын жұмыста өткіземін, және де осындай сіз сияқты кісілермен кездесіп, бір-бірімізден информация алысып, бөлісіп, жаңа план, жаңа идея құрастырамыз. Жақсы. Жалпы өзіңнің жалпы бақылауыңда десе, барлық сенің точкаларың барлығын бақылауда ұстайсың, барлығын үлгеруге тырысасың. Жақсы. Сен жалпы өзіңді 5 жылдан кейін кім көресің? 5 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің? 5 жылдан кейін де сол кәсіпкеріміз ғой. Кеше сұрап жатыр, не жұмыс істеп жатсың деп. Басында 2 жыл бұрында кәсіп еді, әлі де кәсіптеймін да. Өмір бақи кәсіпкер болып өтеміз ғой. Бірақ жаңағыдай дамыған түрде қара, сен мақсаттарды қойғанда ше, финансовый цель қоясың ба? Финанс, ақшалай мақсат. Мақсат қойған кезде менде негізінде сіз 5 жыл деп жатсыз, менде 10 жылдық жоспар бар и 10 жылдық мақсат та бар. Ол жерде жазылған 6 сала бойынша. Шола кім болады осы 10 жылдан кейін, шоланы кім деп таниды ел жұрт осы 10 жылдан кейін, және де қандай жұмыспен айналысып жүр, қандай капитал бар, қанша көлемінде ақшасы бар, қанша үйі бар деген секілді. Және де туған туысқандары, орталары ол туралы не айтады. Жамандайды ма, жақсылайды ма, оның бәрі жазылған. Былайша айтқанда ол мақсат, ол мақсатқа жетуіміз керек. Сен оны сонда жазасың ғой, иә? Жазамын, пландарды жазамыз. Жақсы. Ол жазылған нәрсе өзіңмен бірге жүр ма, или ол бір жерде тұр ма, или қалай жазылған? Өз тамында үлкен плакатта ілініп тұр. Оны көреді ма? Сен үйіңе келген адамдар көре алады ғой, иә? Жақсы. Вот сол 10 жылдан кейінгі бопты барлық сферасын сұрамаймыз. Қаражат жағынан қандай еді цель, мақсатың? Соны айтып берсең. Қаражат жағынан айтпай қойын. Қаражат жағынан. Көбісі бәрі қаражатқа неғылады айтады, бірақ негізінде адамда біріншіден внутренний баланс дейді ғой. Ішкі сенімі жоғалмаса, және де мотивациясы өшпесе, денсаулығы мықты болып тұрса, ол ақшаға тірелмейді. Адам бақытты да болады. Ондай жаңағыдай внутренний баланс болса. Және де ол ақшаға қарамайды. Сен 10 миллион тап, не болмаса сен вообще 300 000 теңгемен жүр. Ақша қарамайды. Сенде мотивация өшпесе, және сенің сенімділігің оянып тұрса. Баланс деген сонда сенде жаңағыдай қара, семья, жаңағы бизнес, өзіңнің жеке өмірің, жаңағы спорт, денсаулық барлығы баланста болу керек, иә? Барлығын бір баланста ұстап тұру, сол кезде бақытты өмір сүруге болады. Жақсы. Сені көрермендердің көбісі спикер ретінде де таниды. Спикер ретінде де көргендері бар. Вот сол туралы айтып берсеңіз. Бастысы көп кісілер айтатын жаңағыдай. Адамға касание дейді ғой. 7 касание, 14 касание деген секілді. Бізде бір 30 касание болған шығар. Көбісі айтатын, осындай жүргізсеш, мотиватор болсайш, спикер болсайш. Бірақ мен өзімді әлі де ол салаға дайын емеспін. Өзімнің ұстаздарымды көріп, ол кісілермен әлі де қайда ол кісілердің. Сондықтан әлі өзімді ютуб спикер ретінде санамаймын. Басқалардың қарағанда сәл көп білетін шығармын, өзімнің қатарластарынан қарағанда. Былайша айтқанда қатты ақылды да емеспін. Сондықтан басты түрткі болғаны, көп кісілер жаңағыдай неге өзің болмайсың, осындай сұрақтарды қойды.
Бірақ жалпы қазір өзіңді толық дайын емеспін деп есептейсің ба? Толық дайын емеспін, иә. Бізде бір-екі рет болды, семинарлар болды, тренингтер өткіздік, осы жылда, алдыңғы жылда өткіздік. Олардың барлығы біз ұйымдастырған жоқпыз, жастар орталығы ұйымдастырып беріп, осылай жасаңыздар, жастарға мотивация беріңіздер деп сізді қонақ ретінде шақырды. Шақырып, 2-3 рет осындай ұсыныстармен қайта қоймағандықтан біз әрине бас тартқан жоқпыз, жасадық. Жалпы қонақ ретінде шақырды, сіз барып жаңа өзіңізді спикер ретінде жаңа өзіңіздің бизнесіңіз туралы тәжірибеңізбен бөлістіңіз, рахмет. Жалпы кейінгі болашақта өзіңді спикер ретінде көресің ба? Жаңағыдай 10 жылдан кейін или 5 жылдан кейін? Бір нәрсе бітіріп, халыққа бір жақсы информация беріп жатсақ, әрине. Сол білімдерді арттырып келе жатырмыз қазір. Жалпы өзің қалай ойлайсың, орташа есеппен бір жақсы, орташа бір бизнес ашу үшін, қызық жастарға ше, орташа бизнес ашу үшін қанша теңге, қанша қаражат керек деп ойлайсың? Орташа бизнес бастауға. Біз бизнес бастардың алдында, менен де басқа бастап жатқан кісілер көп болды. Соның бірлері жаңағыдай средний ақшамен қалай бизнес бастауға болады. Бізде коучингте бір айда 1 миллион табу керек болған. Ол жерде коучингке қатысқандардың барлығы 1 миллион тапты. Ол жерде бізде 12 адам болды, 12 адамның барлығы 1 миллион тапты. Ол жерде 300 мың теңгемен бастағандар да болды, 200 мыңмен бастағандар да болды. Минимальный капитал бізде 200 мың болды. Жоқ дегенде 200 мың қалталарында болса бизнес бастаңдар деп айтты. И берілген материалдар, берілген мотивация, берілген инструкция, сол инструкцияға байланысты біз бизнесімізді жүргіздік. 300 мың теңгемен бастаған кісілер де менімен бірде 1 миллион тапқан кезде әрине былайша айтқанда өкініш болады, бірақ ол бизнеске әрдайым салып отыру керек капитал. 300 мың теңгелік бизнесіңіз ол болуы мүмкін, 3 ай активны, 4 ай активны. Одан кейін тағы да бір нормальный капитал салып, ақшаны ары қарай жүзеге асыра берсеңіз, әрине ол үлкен бизнестерге. Жақсы. Бұдан бір огромный, үлкен ақша керек емес. Главное өзіңізде сенімділік болып, идеяң жақсы болып. Ең бірінші мінген автокөлігің қандай? Үйренген кезде ма? Жалпы ең бірінші өзің айдағанша. Ең бірінші айдаған автокөлігім. Айдап үйрендім, одан кейін өзіміздің жұмыстағы машина әрине Матизді айдап жүрдім 10 күндей, одан кейін қазіргі айдап жүрген автокөлігім Toyota RAV4. Toyota RAV4-ді өзіңе алдың ғой, сонда? Жоқ, ол қазір әлі мен өзіме машина алған жоқпын, өйткені толық үйреніп кеткен жоқпын. Сондықтан қазір сол қазір RAV4-мен жүрмін. Ол сонда сенің машинаң емес па пока? Қашан примерно машина аламын деп жоспарлап отырсың? Негізі осы жылы аламын деп ойлағам. Бірақ автокөлік мен үшін жүрсе болды. Былайша айтқанда оның әдемілігі, не болмаса маркасы, мен автокөліктен вообще хабарым жоқ. Сондықтан маған айдасам болды деп барғам негізінде. Жүрсе болды главное деп. Сөйтіп барсам, неше түрлері бар, аналарды көріп қызығады екенсің, анаған бір жүгіріп, мынаған бір жүгіріп. Мен әлі бір тоқтамға келген жоқпын, мына автокөлік ұнайды деп. Сондықтан осы жылы не болмаса енді жылдың басында. Жақын арада алайын деп жатқан бір затың бар. Жақын арада жоспарлап жүрген бір затың бар ма? Сатып алуым керек, осыны аламын деп ше. Енді қыздардың аламын деп жүрген заты көп қой. Сол, біреуісін айтшы мысалы. Аламын деп жүрген затым жоқ. Майда заттар ғой олар. Қазірге жоспарымыз белгілі бір суммаға жетсек, тағы да саяхатқа шығамыз деген жоспар бар. Шетелге, не болмаса Египетке, не болмаса Доминика. Командамен ба ол? Сонда командадағы адамдарыңмен ба өзіңнің? Командадағы адамдарға да мотивация бергенбіз. Ол кісілер әрине өздеріне сол сұраққа дейін жетсе, әрине алып барамыз. Сондай мотивация бар, что егер белгілі бір уақытқа дейін шектеу бар, сол уақытқа дейін жаңағыдай табысты сонша көтеретін болса? Ай сайын табысты көтеріп отырамыз. Осы айда айдың басы міне, ендігі айдың басына дейін осынша болу керек. Если сондай болып жатса, ендігі айдың ортасына ұшып кетеміз. Жақсы, мен ойлаймын, күшті мотивация деп даже бір айға
бір айда қатты жұмыс істесе баруға болады да, демалып қайтуға. Еще сенің счетың, сенің счетың, жақсы. Бізге тағы, бізде жаңағыдай бизнес-блог қой. Бізге біздің адамдарға қызығы сол да ше. Бопты бағанағы отельдерің емес, чисто өзіңнің ашқан пиццерияңда примерно доход қанша теңге айына? Вот қызық адамдардың бәріне сол қызық, соны сұрағысы келіп отыр қазір ше. Примерно доходты бір рет айтып қалып, одан кейін көптеген отзывтар алған болатын, сондықтан айтпай ақ қояйыншы. Сонда айтқанға жаңағыдай жоқ, айтқанға қызғанбаймын. Алдыңғы жылы мен 4,5 миллион деп айтқан болатын. И көбісі ойлайды, оңай екен ашып кету деп, сондықтан неше түрлі қателіктерге ұрынады. Мен ондайды қаламаймын. Әр адам өзіне цель қояды. Мен жаңағыдай бір айда может быть $1 миллион табасың, не болмаса бір ғана миллион табарсың, 300 ғана. Сондықтан ол өзіңнің еңбегіңе байланысты. Алдыңғы жылы менде 4,5 миллион болған, қазіргісін айтпай. Қазір енді одан бір шама өсті десе, одан енді 2 есе өскен шығар. Бар ондай мүмкін десе. Окей. Жалпы одан кейін тағы кәсіпкер болғаннан кейін үйден тамақ ішпейді екенсің уже кішкене ше. Менің өзім обедті қоя бір, обед точно ішпеймін, ал ужинның өзін айына бір 10-15 рет ішем. Енді сонда 2 күнде бір рет максимум да ол, 10 рет ішем. Сен өзің пиццерияң бар, сен уже жаңағыдай. Қалай, қаншалықты үйден тамақ ішесің өзің? Біз үйде тамақ ішпейміз. Үйде тамақ ішесіңдер ма? Қонақ келгенде ғана бізде қазанашақ жағылады дегенде. Так, біз үйде тамақ ішпейміз, бәріміз сол пиццериядан заказ береміз, не болмаса сол пиццерияда тамақ іше саламыз. Өйткені жұмысқа жақын болғандықтан кафе, сол жерде отырып тамақ іше саламыз. Өзің соңғы рет қашан тамақ істеп іштің? Есімде емес, бір жыл бұрын шығар. Жақсы, қазір ең тағы қызық сұрақтардың бірі. Қазір сенің жолдасың бар ма, жігітің бар ма? Деген, жоқ па? Қашан ана ретінде есептейсің, мысалы, қанша жасында бала шағаң болады деп ойлайсың? Оның бәрі бір Алланың қолында ғой, Алла бұйыртса болады. Жалпы андай жоқ па деп жатқаным ғой, қазір бизнес леди деген сияқты, карьера деген сияқты. Мен жоқ әлі, маған ерте күйеуге шықпаймын, әлі көп жұмыс істеуім керек деген сияқты бар ма? Или реті келсе шыға бересің ба? Реті келсе, жұмысты да бірге алып жүре бересің ба? Уақыт табасың ба кітап оқуға? Көбінесе не азанғы уақытта, не кешкісін кітап оқимын. Өзің болашақ жарыңды или болашақ жаңағыдай жолдасыңды қалай елестетесің? Қиялыңдағы мысалы. Ол қандай болу керек мысалы сенің жолдасың мысалы? Ең бастысы өзін тапқан, былайша айтқанда мақсаты бар болса болды. Ал қаражаты сені қызықтырады ма? Мысалы айтады ғой, сен мысалы бизнес лидерлерден сұраса, шетелде басқа көп көрем, сұраса табысы менен жоғары болу керек деп айтады да. Өздері бизнесмен қыздаршы. Сен өзің қалай ойлайсың ол жағын? Мен айтар едім, мышлениясы мен цель мықты болса. Енді бізді көріп отырған көрермендер бар, жаңа жастар бар. Біз жаңағыдай сен құсап бизнес бастасам, ашсам, көтерілсем, ақша тапсам деп отыр. Соларға қандай кеңес бересің? Бүгін сұрақ қойыпты маған. Менде қандай саламен айналысым болады, әлі өзім таппай жүрмін. Көрсін, әр саланы бір көрсін, наны қарасын, наны қарасын. Бұрында неге қызығатын еді, сол жақсы көретін саласы бойынша, ол бола ма, болмай ма деп көп ақылдасқан, жөн. Ата-анаңмен ақылдасқан, белгілі бір толықтатын ұстаздарың болса, олармен ақылдасқан жөн. Бірақ көбінесе достарыңмен ақылдасып, или сенен төмен ойлайтын кісілермен ақылдасып, ой, ол болмайды екен, ол тірлігің болмайды деген сияқты ол кісілердің айтқанын тыңдамау керек. Неден бастаймын, қалай бастаймын, болмай қалса болмай ма емес, мен болады, мен істеймін. Қорқынышты жеңу керек. Қорқынышты жеңіп, ол қорқынышты емес, былайша айтқанда біреуге менің сенімді өлтір деген нәрсе ғой. Сол үшін өзінің сенімін өлтірмеу керек. Жақсы. Салондарың, мирас салондарың арендаға алып отырсыңдар ма, или өздеріңнің зданияларың? Жақсы. Жалпы енді бізде әр көрерменмен сөйлескеннен кейін скидка сұраймыз. Осы видеоны көріп, осы өндіріс саят деген промокодпен сіздердің пиццерияңызға баратын болса, қанша пайыз скидка істеп бере аласыз? Ең алғашқы 10 адамға дейікші.
Ең алғашқы 10 адам. Иә, ең алғашқы 10 адамға. Хорошо, 20% керек. 20% скидка ма? Достар, 20% скидкамен Коно пиццаның любой жаңағыдай точкасына барып, өндіріс сәт деген промокодты айтып, 20% скидкамен пицца жесеңіздер болады. Жақсы, рахмет. Шұғыла рахмет. Бүгін келіп уақытыңды бөліп, алтын уақытыңды бізге келіп, осындай интервью беруге келіскеніңе, тәжірибеңнен бөліскеніңе, жастарға пайдалы болды деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға.